Құрметті оқушылар, мен математика пәнінің мұғалімі Ілиясов Ернар Құлтумаұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бөліктер, жай, бөлшектер. Осы тақырыбымызға байланысты оқу мақсаттары: жай бөлшек ұғымын меңгеру, жай бөлшектерді оқу және жазу. Сабақ мақсаттары: оқушылар жай бөлшек ұғымын меңгеріп, жай бөлшектерді оқи және жаза біледі. Ауызша есептеу. Енді кім жылдам әдісі бойынша мына есептерді тез-тез шығаруға тырысайық. Бірінші, 400 бөлінген 25 неше болады? 16. 16-ны 5-ке көбейтсек 80, 80-ге 40 қоссақ 120, 120-ны 12-ке бөлсек 10, 10-ға 190 қоссақ соңғы шешімі неше болады балалар? Әрине 200 болады. Келесі есеп: 700-ден 20 азайтсақ 680, 680-ді 4-ке бөлсек 170, 170-ді 2-ке көбейтсек 340, 340-ды 17-ге бөлсек 20, 20-ға 480 қоссақ неше болады? Әрине 500 болады жауабы. Келесі: 420-ны 14-ке бөлсек 30, 30-ды 6-ға көбейтсек 180, 180-ге 120 қоссақ 300, 300-ді 25-ке бөлсек 12, 12-ні 8-ге көбейтсек неше болады сонда жауабы? Әрине 96 болады. Келесі есеп: 630-ды 90-ға бөлсек 7, 7-ні 5-ке көбейтсек 350, 350-ге 250 қоссақ 600, 600-ді 12-ке бөлсек 50, 50-ді 25-ке бөлсек соңғы шешімі неше болады? Әрине 2 болады. Келесі есеп: 695-тен 55 азайтсақ 640, оны 80-ге бөлсек 8, 8-ді 5-ке көбейтсек 400, 400-ді 5-ке бөлсек 80, 80-ді 16-ға бөлсек әрине шешімі 5 болады. Келесі: апельсинді 5 қатысушыға тең бөліп берді. Әр қайсысына қанша бөліктен келді дейді. Енді біз апельсинді неше бөлікке бөлуіміз керек? 5 бөлікке бөлуіміз керек. Демек апельсинді теңдей қылып 5-ке бөлеміз. Сосын әр қайсысына береміз бір бөліктен. Демек әр қайсысы неше бөліктен тиеді екен? 5-тен 1 бөліктен тиеді екен. Ал егер 5-тен әр қайсысына берілген 5-тен 1 бөлікті қайтадан біріктіретін болсақ, бізде не болады? Қайтадан сол бір апельсиніміз пайда болады екен. Демек әр қайсысына 5-тен 1 бөліктен тиді. Енді бөлшек. Бөлшек дегеніміз қандай да бір m бөлінген n деген натурал сан болсын. Енді бөлшек сызығы ол бөлу деген таңбаны білдіреді. n бөлімі ол қанша бөлікке бөлінді соны білдіреді. m дегеніміз алымы қанша бөлік алынды. Енді бөлшек дегеніміз не? Бөлшек дегеніміз екі натурал санның қатынасы немесе нөлдің натурал санға қатынасы деп аталады. Фигураның боялған бөлігін қандай бөлшекпен беруге болады? Осы тапсырманы орындайық балалар. Жаңа сабақты қорытындылау ретінде. Бізде не берілген? Шеңбер берілген. Шеңбер неше бөліктен тұр? Санап шығамыз. Әрине 8 бөліктен тұр. Енді бөлімі демек 8 болады. Алымы неше болады? Неше бөлігі керек бізге? Боялған бөлігі керек. Демек боялған бөлігін санап шығамыз. Нешеу? 5. Демек бөлшек түрінде жазатын болсақ қалай болады? 8-ден 5 болады. Келесі: шаршыға деген фигура берілген бізде. Шаршы неше бөліктен тұр?
Әрине 9 бөліктен тұр. 9 бөліктің неше бөлігі боялған? Әрине 2 бөлігі боялған. Демек 9-дан 2 болады. Келесі бізде тіктөртбұрыш берілген. Тіктөртбұрыш неше бөліктен тұр? Санап шығамыз. Әрине 15 бөліктен тұр. Енді бізге боялған бөлігін көрсету керек қой. Демек боялған бөлігі неше? Санап шығамыз. 6. Демек барлық бөлігіміз 15, ал боялған бөлігі 6. Демек 15-тен 6 болады. Дұрыс па екен? Әрине дұрыс. Келесі бізде 6 бұрыш берілген. 6 бұрыш неше бөліктен тұр? Санаймыз. 6 бөліктен тұр. Енді 6 бөліктің неше бөлігі боялған? Бір ғана бөлігі боялған. Демек бұны бөлшек түрінде қалай көрсетеміз? 6-дан 1 болады. Енді соңғы фигураға қараймыз. Неше бөліктен тұр бұл фигурамыз? 7 бөліктен тұр. 7 бөліктің неше бөлігі боялған? 3 боялған. Демек бөлшек түрінде қалай көрсетеміз? 7-ден 3 болады. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырмаларды орындап тастадық. Енді келесі тапсырма. Бөлшекті жазыңдар дейді. 3-тен 2 бөлік дейді. Демек қалай жасамыз оны? 3 бөлімі 2 деген алымы болады. Демек 3-тен 2 деп жазып шығамыз. Дәл осылай қалған тапсырмаларды орындап шығамыз. Қалай аталады дейді. Мына тапсырманы орындаймыз балалар. Сантиметрдің 10-нан 1 бөлігі неге тең? Әрине миллиметрге тең. Келесі дециметрдің 10-нан 1 бөлігі неге тең деп ойлайсыздар? Әрине сантиметрге тең. Метрдің 10-нан 1 бөлігі неге тең? Дұрыс айтасыздар. Дециметрге тең. Дециметрдің 100-ден 1 бөлігі неге тең? Әрине миллиметрге тең. Метрдің 100-ден 1 бөлігі неге тең? Дұрыс айтасыздар. Сантиметрге тең. Тоннаның 10-нан 1 бөлігі неге тең? Центнерге тең. Тоннаның 100-ден 1 бөлігі неге тең? Әрине неге тең? Килограммға тең. Килограммның 1000-нан 1 бөлігі неге тең? Әрине граммға тең. Минуттың 60-тан 1 бөлігі неге тең? Дұрыс айтасыздар. Секундқа тең. Тәуліктің 60-тан 1 бөлігі неге тең? Сағаттың 60-тан 1 бөлігі неге тең? Минутқа тең. Тәуліктің 20-дан 4-тен 1 бөлігі неге тең? 24-тен 1 бөлігі неге тең? Әрине сағатқа тең. Жарайсыңдар балалар. Келесі есеп. Фигура. Букетте 15 ақ және қызыл раушан гүлі бар. Ақ раушан барлық букеттің 3-тен 2 бөлігін құрайды. Букетте қанша ақ раушан гүлі бар дейді. Демек біз 15 раушан гүлді неше бөлікке бөлеміз? 3 бөлікке бөлеміз. Соның неше бөлігі ақ раушан? 2 бөлігі ақ раушан. Демек 15-ті 3-ке бөлеміз де 2-ке көбейтеміз. Сонда жауап неше болады? 10 болады. Демек 10 ақ раушан гүлі бар. Келесі есебіміз. Бала кітаптың 45 бетін оқыды. Ол кітаптың барлық бетінің 5-тен 3 бөлігі. Кітаптың қанша беті бар дейді. Демек барлық кітап неше бөлікке бөлінген? 5 бөлікке бөлінген. Бала соның 3 қана бөлігін оқыған. Ол 3 қана бөлігі неше бет болып тұр? 45 бет болып тұр. Демек біз 45-ті 3-ке бөліп 5-ке көбейтеміз. Сол кезде бізде неше болады барлығы? 75 бет болады. Демек біздің кітабымыз неше беттен тұрады екен? 75 беттен тұрады екен. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақты жақсылап түсіндік деп ойлаймын.